Дала жел болып тұр, ужас. Дала желге қарамай ойыққа кетіп бара жатырмыз. Бір Ләззат деген әпшеміз бар еді, соны апысыны қайтыс болған, алдында енесі қайтыс болған, сол бармаған ем. Салтын тәпшелерін ілесіп кетпейін деп. Әзін ағашым бір машина тапқан екен ойыққа. Құда бала ғой, өтей деген құда баланың машинасына барайын деп жатырмық. Сол бұрышқа шығып тұр деп. Тұрып, күтіп, қашан келеді бұлар деп. Сөйтіп, бала шағамыз өскен сайын жиыннан қалмайтын болдық. Тірліктеріміздің бәрін бітіріп, таратып, поштаға соғып, демердің кубогын алып, енді ойыққа кетіп баратырмын. Алиманың листовкаларын, визиткаларын таратып, ендігі тірлік ойық болып тұр ғой, ойыққа барып қайту керек. Бала шаға өскесін жиын тойдан қалмайтын болдық қой. Ертең 2027-де бала шағама сүндет той істейін деп жатырмын. Соған бару керек. Оның үшін енді жыл бақош үйленеді. Қазір бармасаң, бермесең ешкім келмейтін болып кеткен ғой. Сол үшін той жиыннан қалмайтын болдық қой қазір. Ілініп салынып бара беретін болдық қой. Салтын тәпшемен ілесіп аламызды жүре береміз. Салтын тәпшеміздің барына Құдайға шүкір деп қоям. Мамамыз біліп, әпшемізді тастап кеткен осы. Ертіп жүрсін гүл мейрам деп. Қойсашы ауызымыз шешек. Ерғана деп. Серкіл жеше. Нағашым. Азым. Қарамайды. Бағанда сап-сауын ғой. Қаяқтан іштің десіңші. Неге барып келдің бабалық центрге? Қарыз қалдың ба не?